Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум, қымбатты аға бауыр, әпке қарындас, құрметті көрермендер. Жаратқан ием баршаңызға өзі жар болсын. Ойлану бұл құлшылық, сау жүрекпен орындалатын ғибадат. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде мынадай сөздерді жиі айтады. Әй адам баласы, неге ойланбайсыңдар? Әй ақыл иелері, неге ой жүгіртпейсіңдер? Деп біздерді ұдайы ойлануға шақырады. Бұл кеңеске құлақ асқандар үлкен жетістікке жетіп, әлемдердің Раббын шынайы танитын болады. Ондайларды біздер ойшылдар дейміз. Ақылды адам өзінің қоршаған жаратылысына қарап ойланады. Өзіне қарайды, аспанға, жұлдыздарға қарап, оның жаратушысын еске алады. Ол турасында Алла Құранда шәксіз көктердің және жердің жаратылуында, түннің және күндіздің өзгеруінде әлбетте ақыл иелері үшін дәлелдер бар. Олар тіке тұрып, отырып, жан басынан жатып, әр халде Алланы еске алады. Сондай-ақ олар көктер мен жердің жаратылуы жайында ойланады да, Раббымыз, сен бұны босқа жаратпадың, сен пәксің, бізді от азабынан сақта, делінеді. Құрметті көрермен, бүгіннің Алланың жаратылысына ой жүгіртуге тырысайық. Біз болып жатқан құбылыстың бәрі өздігінен болып жатқандай көреміз. Оған кейде мән де бермей жатамыз. Сіз күннің үнемі шығыстан шығатынын білесіз. Алайда оның бір күні батыстан шығатыны турасында ойландыңыз ба? Ойлаңызшы, күндердің бір күні таң намазына азан айтылды. Бірақ біраз уақыт өтті. Күннің шығатын уақыты болып қалды. Сен күтіп отырсың, бірақ күн шықпады. Алладан басқа кім бар күнді шығаратын? Немесе күнді кім батырады? Ал жұлдыздар ше? Олар тіпті ғажайып. Кім оларды басқарып тұрған? Алланың сізге берген көзі туралы ой жүгірттіңіз ба? Біз сол көздермен жұлдыздарды, басқа да жаратылыстарды көре аламыз. Көзі көрмейтін адамдар айналада болып жатқандардан мүлде хабарсыз. Немесе жүрек көзі көрмей қалған адамдар, ондайлар да көп қой. Аллаға шүкір, сіздің көзіңіз көреді. Қадіріне жетіңіз. Көрмей қалса не болар еді? Көздің нығметі өте үлкен. Екі көзі көрмей, соған сабыр еткен адамның сыйы жәннат болады. Сен өмір бойы құлшылық қылсаң да, Алланың берген осы көз нығметіне ешқашан рахметіңді айтып құтыла алмайсың. Құлақ ше? Құлағың естімейді деп ойла. Не болар еді? Бір адамның екі қолдары жоқ, намаз оқуына дәрет алып жатқанын көрдім. Ол бүкіл мүшелерін аяқтарымен жуды. Ауызын, бетін аяғымен жуды. Ойлашы, қалай сабыр жасап жүр? Аяғың болмаса ше? Қалай дүкенге барар едің? Қалай мешітке барасың? Керек жеріңе қалай жетер едің? Тек бір адамның көмегімен ғана барар едің ғой. Қаншама адамдар төсектерінде таңулы жатыр. Саған берілген қаншама нығметтер оларда жоқ. Алуан жан жаратты. Біреуін кем, біреуін сау жаратты. Не үшін? Сіз ойлануыңыз үшін. Бір сағатқа телефон компьютеріңді өшіріп тұрып, егер бір сағат көп десеңіз, бір сағаттың 1/4 бөлігін тыныш бір жерге отырып, аспанға, теңізге, тауларға қарап, өзіңнің жаратылысыңа қарап, Алланың берген нығметіне ой жүгіртуге арнашы. Нәтижесінде көп нәрсеге көз жеткізетін боласыз. Біз ойлануға бұйырылғанбыз. Ойланыңыз.